Сәлеметсіздер ме оқушылар? 2-тоқсандағы әдебиет сабағының алғашқы сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Дулат Бабатайұлы «О ақтан жас толғауы». Әдебиет оқулықтарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Біз бұған дейін әдеби шығарманың тақырыбы дегенне, идеясы дегенне, бұл терминдердің анықтамасымен таныспыз. Кез келген шығарманың тақырыбы болады және идеясы болады. Әдеби шығарманың тақырыбы бұл сол шығармада көтерілген өмір шындығы, ең негізгі мәселе екендігін білеміз. Ал идея дегеніміз автордың осы шығарма арқылы ең негізгі айтайын деген ойы әдеби шығарманың идеясы болады екен. Ендеше балалар, Дулат Бабатайұлының өмірі мен шығармашылығына шолу жасайық. Балалар, біз қазақ әдебиетін дәуірлеген кезде халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті, 15-18 ғасырлардағы қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, 19 ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет, 19 ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет, кеңес дәуіріндегі әдебиет және қазіргі немесе тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет деп бөлеміз. Біздің бүгінгі өтетін Дулат Бабатайұлы бұл 19 ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет өкілдерінің бірі болып саналады. Яғни, зар заман ақындарының қатарына жатады. Дулат Бабатайұлы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында дүниеге келген. Қызметі жыршы, яғни толғау жанрында жазады. Зар заман ақындары аталған ағымның алып тұлғасы. Зар заман ақындары деген терминді енгізген бұл Мұхтар Әуезов болатын. Не себепті зар заман ақындары деп аталады? Дулат Бабатайұлының өмір сүрген кезеңі 19 ғасырдың бірінші жартысы бұл кеңес үкіметінің отаршылдық езгісі күшейген кез. Яғни осы зар заман ақындары осы кезеңдегі халықтың басындағы отаршылдық қысымнан алыстауды, отаршылдық қысымның жойылуын, халықтың бұрынғы өз еркі өзінде кезіндегі дәуірдің қайтып келуін аңсаған толғауларды дүниеге әкелді. Яғни халықтың мұңын мұңдаған, жоғын жоқтаған тақырыптар осы зар заман ақындарының шығармашылығына арқау болды. Дулат Бабатайұлының өмір сүрген кезеңіндегі тарихи жағдай кез келген ақынның шығармашылығы оның өзі өмір сүрген тарихи оқиғалармен сабақтас келетіндігін біз білеміз, иә? Бұл кезең 19 ғасырдың бірінші жартысы патша үкіметінің қазақтың жерінде, елінде отарлау саясаты күшейген кезең. Қазақ жерін отарлау ойы бұған дейінгі бірінші Петрдің кезінде де осындай ой патша үкіметінде болғанменен жүзеге асқан уақыты 19 ғасырдың бірінші жартысы деп айтамыз. Қалай отарлады? Қазақ елінің ең шұрайлы деген жерін орыс мұжықтарына берді. Қазақ жерінде түрлі бекіністер салды. Қазақтың әдет-ғұрпын, салт дәстүрінен айыруға тырысты, дінінен алыстатуға тырысты. Міне мұның барлығы қазақ жерінде патша үкіметінің отарлық езгісін одан әрмен күшейтіп, құлдық дәрежеде ұстауға бар күшін салған екен патша үкіметі. Оған қоса қазақ жерімен шектесетін оңтүстіктегі, яғни біздің жеріміздің оңтүстік өңірін, Арал өзенінің бойын, Сырдария жерін, Ташкент өңірін, қазіргі Қырғыз республикасы, Өзбекстан республикасы деп аталатын ол кезде Қоқан, Хиуа хандықтары деп аталатын хандықтар осы қазақ жерінің оңтүстік өңіріне үстемдік жүргізген екен.
Міне осында екі жақты қанау қазақ елін әбден әлсіретіп титықтатты. Дегенмен бұндай құлдық санаға көніп отырған біздің халқымыз жоқ. Қазақ даласында өзінің тәуелсіздігі үшін күрескен қаншама батырлар өтті, қаншама көтерілістер тарих сахнасында болды. Бірақ бұлардың көпшілігі жеңіліс тапты. 19 ғасырда патша үкіметіне қарсы күрескен Сырым Датұлы, Иса мен Досан бастаған көтерілістер, Махамбет пен Исатай бастаған көтерілістер болып өтті. Енді бұл осы зар заман ақындарымен қатар, зар заман ақындарының көшін бастап тұрған ақын Дулат Бабатайұлының шығармашылығына арқау болған міне осы патша үкіметінің отарлық езгісіне деген қарсы күрес Дулат шығармашылығының негізгі арқауы болған екен балалар. Дулаттың өлеңдерінде патша үкіметінің отаршылдық саясатын қатты сынға алады. Қарапайым халықтың мұңын мұңдаған, жоғын жырлаған ақын болды дейді. Дулаттың өлеңдері 7-8 буынды еркін ұйқасқа құрылды. Яғни сыртқы формасы 7-8 буынды болып келген екен. Дулаттың шығармашылығына назар аударатын болсақ, Дулаттың Еспенбет атты поэмасы бар. Бұл орта көлемді шығармасы, иә? Ал толғаулары, яғни шағын көлемді шығармалары: Аягөз қайда барасың? О ақтан жас, о барақ жас, Ақжайлау мен сандықтас, тегімді менің сұрасаң деп аталатын толғаулары бар. Дулат өлеңдерінің, Дулат шығармашылығындағы оның поэмаларын және толғауларын міндетті түрде жаттап алыңыздар. Балалар, 18 ғасырдағы жыраулар поэзиясы деп атаймыз. Асан Қайғыдан бастап Шал ақын, Шал киіз, Қазтуған, Жиембет, Доспанбет, Бұқар жырау, Үмбетей сияқты жырауларымыз біздің 15-18 ғасырларда өмір сүрген. Осы жыраулардың негізгі жанры толғау болды, иә? Толғау дегеніміз бұл өмір, қоғам, адам тіршілігі, жақсылық, жамандық тақырыптарында ақыл өсиет түрінде ой қозғайтын әдеби жанр. Бұл өлең сөзбен жазылады, толғау дегеніміз. Осы ережені жазып дәптерлеріңізге және жаттап алыңыздар. 15-18 ғасырлардағы жыраулардың мұраға қалдырған толғау жанрын 19 ғасырдың алғашқы жартысындағы зар заман ақындары да әрі қарай жалғастырды. Яғни зар заман ақындары да осы толғау жанрында жазды. Балалар, біз бүгін осы Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас» деген толғаумен танысатын боламыз. Яғни ақтан жас өлеңінің негізгі жанры толғау болады. Бұл толғаудағы жаңа сөздермен танысайық. Егер осы толғауды оқып отырсаңыздар, сіздерге мынадай жаңа сөздер кездеседі. Білтелі, мылтықты оталдыратын ширатылған жіп. Білтеліні тұтатып деп айтамыз. Немесе білтелі мылтық деп айтамыз. Сапы, қарудың бір түрі. Сапы асынар мекенсің деп айтады. Жібектен ызып. Яғни бұл сөз жібек матамен көмкерілген деген мағынаны білдіреді. Керсен, керсеніңе бал құйып өмірде сүрер мекенсің деген өлең жолдары бар. Сонда бұл жердегі керсен сөзі ағаштан жасалған дөңгелек пішінді кең ыдыс екен. Ыдыстың түрі. Бежін ер. Балалар, атқа отыруға арналған саймандардың бірі ер тоқым екендігін білеміз, я? Ал бежін ер дегеніміз осы Қытай шеберлері жасаған ердің түрі екен. Бежін біз
Қытай Республикасының астанасын Пекин, қазақша Бейжің деп айтамыз. Міне Бейжің сөзі осы Бейжіңнен шыққан, Бейжің ер, яғни қытайлық ер деген мағынаны білдіріп тұр екен. Ендеше балалар, о ақтан жас өлеңіне назар аударайық. Бұл өлең Дулат атамыздың Ақтан деген жетім балаға арнаған өлең екен. Сол кездегі жетім бала Ақтанның өмірі, оның болашағы ақынды әбден толғандырады. Жан жүйесін тебірентеді. Оның болашағынан үлкен үміт күтеді. Әсіресе қазіргідей мына Ресей патшалығының, патша үкіметінің отарлау саясатындағыдай кезең емес, керісінше бұрынғы өз билігіміз өзіміздегі кезеңді басымызға әкелетін, сол кезеңді қайтадан орнататындай ер болса екен деген үміт күтеді Ақтанның бойынан. Және Ақтан жасқа осындай үмітті, сенімді арта отырып, ер жігіттің бойындағы басты қасиет, оны жеңіске жеткізетін күш, бұл қажымай, талмай, өзінің мақсаты жолында күресу деген қорытынды жасайды. Яғни ер жігіт өз мақсатына адал болып күрескенде ғана өз дегеніне жетеді деген ойды қозғайды. Ендеше балалар, оқулықтарыңыздың 64-ші бетін ашып, о ақтан жас өлеңін оқиық. Балалар, өлеңді оқып болғаннан кейін, толғаумен толыққанды танысып болғаннан кейін, мына тапсырмаларды орындаңыздар. Толғау мазмұнынан түсінгендеріңді 3 сөйлеммен жазыңдар. Және осы жазған сөйлемдеріңнен ең негізгі деген 3 сөзді теріп жазыңыздар. Осы 3 сөздің ішінен ең негізгі бір сөзді жазыңыздар. Сонда бұл сөз осы толғауға арқау болып тұрған сөз болады. Екінші тапсырма, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. О ақтан жас өлеңінің идеясын жаз. Балалар, шығарманың идеясы дегеніміз автордың осы өлең арқылы айтайын деген ең негізгі ойы. Екінші, осы толғаудың өлеңнің жанрын жазыңыздар. 19 ғасырдың бірінші жартысындағы ақындардың негізгі жанры туралы біз айтып кеттік, қандай жанрда жазғандығын. Яғни, о ақтан жас өлеңінің негізгі жанры да осы біз түсіндірген жанр болмақ. Сол жанрды тауып жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы өлең идеясын анықтайды, өлеңнің жанрын ажыратады. Ендеше балалар, егер сабақ барысында түсінбеген, ұғынуға қиын болған тұстарыңыз болса, міндетті түрде сабақты қайталап қараңыздар, немесе мұғалімнен сұраңыздар. Бүгінгі сабаққа рефлексия жасаймыз. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңыздар? Бұны комментарийге жазсаңыздар болады. Ендеше сіздерге тапсырма орындауларыңызға сәттілік және